неге олай болған, солай болып қалды. Пландар негізі басқаша еді, бірақ енді Алланың айтқан болады деген сияқты. Солай біздегі жаңағы өздеріңіз білесіздер, Қосылайық бағдарламасындағы бұрынғы состав редакция ұжымы ауысты, сол бойынша өзіміз түсінбей қалдық деген сияқты. Сонымен енді мен қазір қаладамын. Кеше мен именно сол 30 күні басыма су қойылғандай редакция ауысты. Именно сол күні мен үйге келген кезінде үйде инцидент болды, бір қызбен таныс емес. Сонымен соның барлығын енді шешіп, хозяйкамен барлығын ақылдасып, мен квартирама қайтадан келдім. Қазір барлығы тынышталды. Сонымен деп өзім комнатамда отырмын. Менде қазір директке өте көп сұрақтар келіп жатыр. Ары қарай қаласыздар ма, Қосылайық жалғасады ма деген сияқты. Негізі Қосылайық жалғасады, ары қарай оны кеше сіздерге тікелей эфирде Бауса ханымның өзі айтқан болатын. Ол жерде редакция ұжымы, яғни жаңағы бенд, және де редакторлар, және де тағы да басқа за кадрым жұмыс жасайтын адамдар ауысады деп айтқан болатын, бірақ қатысушылардың барлығы қалады деген болатын. Енді бірақ әр қатысушының өзінің жаңағындай шешімі бар, өзі қалуға немесе қалмауға болады деген сияқты бізге айтылған болатын. Ал енді біз ол точно қазір мен сіздерге жауап бере алмаймын, кім қалады, кім қалмайды, және де өзіме де толық жауап бере алмаймын. Енді барлығымыз сол бір кейбір сұрақтарды шешіп алайық деп күтіп отырмыз. Сондықтан да мен Шымкентке қайтпай Алматыда отырмын. Негізі менің жоспарым басқаша болатын. 31 күні үйге шығып кетіп, 2 күні анашымның туған күнін тойлаймын деген болатын. Бірақ осындай ситуацияларға байланысты мен әлі де Алматыдамын. Бұлары бар, Айсажан жалғыз өзі. Достары жоқ па? Мен досым, мен досым. Әйелім мен достарым ғой бәрі. Молодец. Мұнда Аружан деген қыз бар, және оның жолдасы бар, жанында. Вот, осындай күшті дастархан, атмосфера болып жатыр. Түсіріп алайық біраздан кейін әңгімеге кіргеннен вообще қолымыз істемей қалады. Мұнан моля жасады арнайы дейді. Әзіл, ойбай. Oldu mu енді бәрінің болмаса да. Андай жерлердің орнында бір қосылмай кетсе, мен моля бетіме қарамай кетеді, моляның алдында өтекші болған біраз. Бірақ енді қуаныштымын, тошта Айстың осылай мені жерге қаратпай бүйтіп алғанына, қазір бетімді бүйтіп көтеріп кіріп отырмын да. Не болған құрсын біз өшкен? Шапалақ жегемін молядан. Шапалақ. Оңбаған ақбота деген ғой. Қыздарының бір екеуі жазып, моля